Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай өте ерекше дәмді болып шығатын кесе самсаны дайындап көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сиыр етін, қойдың құйрық майын және де пиязымызды ұсақтап 4 етіп турап аламыз. Оның үстіне туралған картопты салып, тұз, бұрыш, паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң қамырына кірісеміз. Ұнымызға тұз, ертілген сары май және де жылы су қосып, бір келкі қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Қамырды 20 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң теңдей 5 бөлікке бөліп аламыз. Оның бір бөлігі самсаларды әрлеуге кетеді. Қамырды бір келкі дөңгелек етіп жайып аламыз. Содан соң кесенің ішіне салып, начинкасын саламыз. Видеодағыдай түйіп аласыздар. Содан соң кесені аударып, түйілген жағы астына қарау керек. Тағы бір мәрте түйілген көрсетейін, астын қатты жабыстыру керек, су ағып кетпес үшін. Енді самсамызды әрлеуге кірісеміз. Лағманға созғандай қамырды жайып, созып, содан соң өріп шығамыз да самсамыздың бетіне әдемілеп қоямыз. Тағы бір қамырды домалақтап, бетіне қоямыз. Самсаның бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, кунжут сеуіп шығамыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке 45-50 минутқа салып пісіреміз. Осылайша үлкен порцияда 4 самса шықты. Түскі астың немесе кешкі астың орнына осы тағамды дайындасаңыздар, өте тойымды болып шығады. Осымен біздің кесе самсаларымыз дайын. Соңына дейін менімен болғандарыңызға көп рахмет, бағалаймын. Баршаңызға ас болсын.